Kırgız militsiyasının 100 yıllık marakesine kutuktayım. Militsiya қызметкерлерін 100 жылдық мараkeмен құттықтау азым өтіп жатат. Бүгін Қырғыз милициясының түзілгендігін 100 жылдық маракесін белгілеу алдында тұрабыз. Милиция қызметінде еңбектенген өзімнің кесіптештерімді кесіптік майрамен чын жүректен құттықтаймын. İçki İşler Başkarmalığının 100 yıllık marakesi mına bugün ötüp atat. İçki İşler Ministrinin hizmetkerlerini şu kutluktap ketkim kelet. Милиция полковниги Сулайманов Мурат Кипилетович. Милиция капитаны Мамадали Сардарбек Алексатарович. Сержант Кошалиев Максат Айдаралиевич. Милиция қызметінде қызмет өтөн аялдар үшін өтө түйшігі көп деп есептеймін. Бирок ошого карабастан ар бир кесип ардактуу дейт. Кесипти сүйсөң, ал түйшүк бир канча жеңилирээк болот. 3 баланы тарбиялатам. Жолдошум дагы ошол укук коргоо органдарында кызмат өтөт. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнүү менен ишке дагы жетишип, үй бүлөнү да карап дегендей кызматыбыз эл үчүн кызмат кылып атабыз. Kırgız eliminin İçki İşler Başkarmalığının 100 yıllık marakesi mına bugün ötüp atat. Men kalom şu tarixi var bir kılım eline, yurtuna hizmet kılgan İçki İşler Ministrinin hizmetkerlerini şu kutluktap ketkim kelet. Daima işlerine iyilik, omat kalayımın, üy bülösünde bakıt, densoluktardı kalayımın. Elimdin şu tınçlığı için, bepil uktap turuşu için hizmet kılgan şu İçki İşler hizmetkerlerinin büt yetekçiligi menen çın yüreğimden 100 yıllık marakesimen kutluktap ketem. Кыргыз милициясының 100 жылдық маракесін өткөрүү салтанаттар ар бир районда, областта, Борборубуз Бишкек шаарында республикалык масштабта майрамдык иш-чара өткөрүлүп атат. Ошондой эле Жалал Абад областында дагы бул ишмерчем кабыл алынып, азыркы күндө биздин милиция кызматкерлерин 100 жылдык мараке менен куттуктоо азыр өтүп жатат.
Эми жалпысынан бул 1924 жылы 14 октябрда Кыргыз СФСР курамында Кара-Кыргыз автономиялык облус кабыл алынган учурда ошол менен эле катар 1 ноябрь Кыргыз милициясы күнү деп белгиленип калган экен. Ошол мына бир кылым Кыргыз милициясы басып өтүп, ошол иш-чараны байрамдык иш-чара өтүп жатат.